Сәлем қыздар. Енді біздер логотиптің екінші түрін жасап үйренеміз. Ол Canva деген приложениемен жасалады. Canvaға кіріп, логотип деп іздейміз. Логотип. Енді осы жерден өзімізге керекті логотиптерді таңдаймыз. Так, мына жерде менің өзім жасағандарым бар. Сіздің жасағандарыңыз осы жерде сақталып тұрады. Немесе мына жерден логотип іздейміз. Логотипті алайық. Мына жерге бұл жерде тек атын өзгертеміз. Жаңағы сияқты ештеңе алудың керегі жоқ. Готовый суреттің үстіне магазиніміздің атын жазамыз. Так, магазиніміз игрушки болсын да, игрушки сататын болсын. Так, игрушки нағыл деген ат қоюға болады. Играй деп қоямыз ба? Надо қоюға болады. Baby хай деп қояйық. Көп уақыт алмайық. Так, енді мына жерге магазин атын жазамыз. Магазин игрушек. Өте оңай. Болды. Енді төменге қарап тұрған стрелканы басып сақтап аламыз. На домашнюю страницу деп сақтаймыз. Міне біздің неміз, логотипіміз уже дайын. Бұл логотиптер жасау өте оңай. 5 минутқа жетер-жетпес уақытта жасап бересіз. Осылай заказға логотиптер жасап, қосымша ақша табуларыңызға болады. Бізге сәт.